Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз үй жануарларымен танысамыз. Мынау не? Түйе. Түйе. Мынау не? Бота. Бота. Мынау не? Жылқы. Жылқы. Мынау не? Құлын. Құлын. Мынау не? Сиыр. Сиыр. Мынау не? Бұзау. Бұзау. Мынау не? Қой. Қой. Мынау не? Қозы. Қозы. Мынау не? Ешкі. Ешкі. Мынау не? Лақ. Лақ. Мынау не? Ит. Ит. Мынау не? Күшік. Күшік. Мынау не? Мысық. Мысық. Мынау не? Марғау. Марғау. Ал енді балалар, үй жануарларын дауыстарынан танып көрейік. Жылқы. Жылқы кісінейді. Қой. Қой маңырайды. Ешкі. Ешкі де маңырайды. Сиыр. Сиыр мөңірейді. Түйе. Түйе боздайды.
Мысық мияулайды. Ит. Ит үреді. Ит үйшікте тұрады. Оның сүйікті тамағы сүйек. Ит өте жақсы күзетші. Ол адамның үйін және үй жануарларын күзетеді. Мысық әдемі, ерке жануар. Ол үйде тұрады. Мысық ет пен сүтті ұнатады. Ол үйде тышқандарды аулайды. Сиыр қорада тұрады. Ол күні бойы жайлауда жайылып, шөп жеп, таза су ішіп жүреді. Кешке адамдар сиырды сауып, бір шелек дәмді сүт алады. Сүттен май, айран, қаймақ, ірімшік, сүзбе және құрт дайындайды. Жылқы әдемі және мықты жануар. Ол қорада тұрады. Сұлы, тары және шөп жейді. Адамдар жылқыға мініп шабады. Биенің сүтінен қымыз ашытады. Ол өте пайдалы сусын. Қой қорада тұрады. Ол шөп пен гүлдерді жейді. Адамдар оның жүнінен жіп жасап, жылы шұлық, қолғап, құлақшын тоқиды. Ешкі қорада тұрады. Ол қой сияқты шөп жейді. Адамға сүт пен жүнін береді. Оның сүтінен дәмді ірімшік жасауға болады. Түйе қазақ халқының жүк көлігі. Түйе жолға да, суға да шыдамды. Ол өте ащы өсімдіктерді жейді. Түйенің сүтінен шұбат жасайды. Ол пайдалы, майлы және қою сусын.